Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сүзбе мен құлпынайдан өте дәмді кесілген пирожный дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бисквитін дайындап аламыз. Бисквит бізде классический, яғни бұл пирожныйда кез келген, яғни бұл пипай, сүтші қыз, яғни красный бархат кез келген бисквитті пісірсеңіздер болады. Менде мұнда 2 жұмыртқа, қант, сұйық май және де қамыр қосқышпен ұнымызды қосып, бәрін жақсылап араластырып, бисквит дайындап аламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне бисквитімізді құйып, тегістеп, жайып, 180 градуста ысып тұрған пешке салып, 25 минутта пісіріп аламыз. Енді конфи дайындау үшін бізге желатинімізді сумен араластырып, алдын ала дайындап аламыз. Алдын ала қатырылған менде құлпынайымызды ерітіп, үстіне қантымызды салып, баяу отқа қайнатамыз. Бисквитіміз пісті, енді бізге қандай форма керек, сол формамен 2 форма өлшеп кесіп аласыздар. Міне дәл осында 2 корж шығады бізден. Енді қайнаған құлпынайымызды алып, үстіне жаңа еріткен өзіміз дайындаған желатинімізді салып, жақсылап ерітеміз, араластырамыз. Сүзбенің үстіне осы құлпынайымыздан қосып, бәрін жақсылап погружной блендермен араластырамыз. Міне дайын болды. Енді формамызды міне астыңғы бөлігіне бисквитімізді төсеп, үстіне малина мен сүзбеден жасалған массаны құямыз. Бәрін жақсылап тегістейміз. Үстіне бисквитіміздің екінші бөлігін салып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің құлпынай мен сүзбе қосылып жасалған кесілген пирожныйларымыз дайын болды. Жасалу өте оңай, дәмі керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін.